басқа әкім керек емес. Бізге басқа әкім керек емес. Бұл Алматы облысы Кеген ауданы Шырғанақ ауылының тұрғындары. Жаңа тағайындалған әкімді қабылдамаймыз деп наразылық білдіруде. Айтуларынша 5 сәуір күнгі ауыл әкімнің сайлауы әділ өтпеген, ал сайлау нәтижесін заңсыз деп санайды. Мұнымен қатар жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңның 36 бабы бұзылды деп ашынады. 1917 жылы елбасымыздың шығарған әкім сайлау жөніндегі 91-ші несінде жарлығының 36 бабында әкімді, аудан, кент, қалалардың бәрінің әкімін жаңағы аудан әкімі ұсынады екен. Ұсынған кандидатты қоғамдық кеңестің келісімімен бекітеді екен. Хаттама толтырылады екен. Ал бізде ол бекіген жоқ. Бізден хаттамада сұраған жоқ, ешкім мынаны ұсынды, мына бәлен деп 3 адам фамилиясын айтты да кетіп қалды. Енді сол заңды басшылыққа ала отырып, біз қарсылық таныттық. Шырғанақ ауылына осыдан 4 жыл бұрын сайланған Оразбай Бекбатыров нағыз білікті басшы, үздік ұйымдастырушы, халықтың шынайы жанашыры бола білді дейді жергілікті тұрғындар. Ол әкім болған кезінде ел игілігі үшін нәтижелі жұмыстар атқарғанын айтады. Біздің ауылда көп өзгерістер болды. Мінекей мынау біз тұрған мынау ардагерлер аллеясын, және мына жақта мына футбол площадкасы, оның кейін жоғары жақта иесіз қалған үйді жөндеп, ауылға балаларына шағын спорт комплексін салып бердік. Оның барлығына үкіметтен біз 1 тиын ақша алған жоқпыз. Қоғамдық ұйымдар бар, жаңағы әкіміміз бар. Бәріміз бірігіп, жаңағы осындай шараларды жүзеге асырдық. Сайлау нәтижесі бойынша 2600 тұрғыны бар Шырғанақ ауылын басқаруға 2 жыл Қарқара ауылдық округ әкім аппаратының құрылымдық бөлімшесінің басшысы болып істеген Ернат Сарыбаев келген. Ол аудандық мәслихат депутаттардың басым дауысына ие болған. Десе де шырғанақтықтар жас әкімді қабылдамаймыз. Әкімдікке қайта Оразбай Бекбатыров немесе өзіміздің ауылдың азаматы басқарсын деп талап етеді. Бізге өз әкімімізді қайта сайлау өткізіп отырғызып берсін. Болмаса, осы ауылдан шыққан білімді, жоғары білімді, талантты, жігерлі жастар бар. Өйткені олар осы ауылдың әр үйінің есігін алдың, әр үйінің ардын, әр үйдің талына дейін біледі. Келешекте қандай дүниелер керек, соларды ойластырады, халықпен бірігіп жұмыс жасайды деп ойлаймын. Мемлекеттік қызметте 8 жылдық өтілім бар деген Ернат Сарыбаев сайлаудың әділ өткенін, өзінің осы қызметке әбден лайық екенін айтады. Әрине, неге мен де сонша жыл еңбек еттім, жаста болса бас болайық деп, одан ары бұл ауылдың көркеюіне, гүлденуіне үлес қоссақ, неге қуанбасқа? Елім қолдап, халқым қолдап тұрса, бірігіп жұмыс істемеске. Ал Кеген ауданының әкімі Талғат Баяділов сайлау кезінде еңбек демалысында болғанын, бірақ орынбасары арқылы ауыл әкімі сайлауын бақылап отырғанын айтты. Ол сайлау әділ өтті, ешқандай құқық бұзушылық болған жоқ дейді. Сондай-ақ аналар кеңесінің төрайымы Роза Батырханованың сөзін терістеп, 10 наурызда кандидаттарды келісу туралы жиынға қоғамдық кеңестің мүшелері қатыстырылғанын мәлімдеді. Аудан әкімі жиын кезінде кандидаттарға ешқандай қарсылық болмады. Енді келіп шу шығарғандары түсініксіз деп отыр. Сұрақты көтеруші азаматтардың өзі де сол жергілікті қауымдастық жиналысқа қатысып отыр ғой, өздері әйелдер кеңесінде, ақсақал кеңесінде. Енді олар қазір қалай енді сол кезде даже сұрақ қойып отыр, ақсақалдар алқасы жиынға кешігіп келді де сұрақ қойды. Мен оның бәрін қазір біліп отырмын ғой. Енді соны қатысып көріп отырып, енді біз қатыспадық, біз білмедік. Сол 36 баптың бұзылып отыр деген онымен келіспеймін. Шырғанақтықтар дауыс берген 12 депутаттың 10-ы аудан басшылығына бағынышты мекеме жетекшілері екенін ескерсек, сайлаудың әділ өтпегеніне таң қалуға болмайды дейді. Енді олар саяси науқанға жауапты болған аудан әкімі, мәслихат хатшысы және аудандық сайлау комиссиясының төрағасын сотқа беруге бел буып отыр. Айзада Бидан, Али Алиш, Қамшы ТВ.